осы іс бойынша енді өз басым бұл нәрсені деген бана қайтқан құда барды деген 31 декабрь күні тиктоктан жауап кеткен. Иә, сонда көрдім. Жалпы енді бұл кісілер жақсы танымайды екен. Тек бір рет Берекеде көрдім, Мақсұт ағаны көрдім, сосын бана Әдем апаны көрген. Ол кезде деген кім? Бана Ақбаян ол кезде операциядан шықты. Операция шыққанда бана Берекеде тұрып. Сол кезде көріп банағыдай барып кеткенде уақытта жүрдім, тек Наурызды қателеспесем Ақбаян босанғаннан кейін ба біз әйеліміз екеуміз барып жуындырып бана 40-ына шыққанша нетіп кетіп жүрдік, сонда көрдім Наурызды. Онда да сол бана қателеспесем екінші рет көрдім. Осы неде бана араласып таныстық неден сол екінші рет көріп тұрған. Бұлай енді Сұлтанға неге жететін болсам, ондай өз басым 13 жыл отасып кеттім әйелмен. Бір жаманшылық несін көрмеппін. Бұлай нақты қалай болғанын, нелерін, аразда аралар не болып жатқанын қатты білмейді екен. Айтсам, бір Сұлтан екеуміз жолда кетқанда айтқаны бір бағанағыдай осылай сотқа шақырып жатыр, ажырастай не болып деп. Сол шамада. Ажырасты берген айтты ма? Ажырасты берді, жоқ айтқан. Енді сіз жедеуші ретінде нешін ажырасып жатсаңыз, мен саққа қабылдайсың ба деп енді айтасыз ғой міндетті. енді айтқанда да қатты бір екеуміз енді нескенде сұрап кеткен жоқпыз енді жолда келіп жатқасын. Былай енді білем ғой жет жағасын осылай бана жанжал болып жатқанын, араға не банағыдай кірісіп нетіп осылай болып жатыр деп. Былай қатты андай. Қандай жанжал болып жатқанын? Қандай жанжал болып жатқанда енді білмейді екен, енді сұраймын ғой былай қалай болып жатыр деп, бірақ Сұлтанда ондай тұйық қой, былай айта бермейді. Жаңа ондай қатты білмеймін, өзім анда-санда бір көремін, Сұлтанды. Келіп кетті, бүйтті, сөйтті деп өзім жолда жүремін. Қарай береміз бе, әлде келесі апта Сатималиктің өзінің жауабын тыңдағаннан кейін қараймыз ба? Сіздер бұл процесті жүргізу бағытын мен анықтаймын ғой, бірақ дегенмен сіздердің позицияларыңыз үшін сұрап отырмын. Сатималиктің жауабынан кейін үш запись бар бізде жауап бойынша, бірақ жауап алулары өте ұзақ. Мақсұт ағаны бізде мал қостық. 4 кәсіп ойлақ сері қос. Соны үйдің енайесінде әкеліп тапсырдым. Тапсыруға келгенде үйдің адам болмады. Енайесін әкелдім, 26 күні. Бұл адам жоқ, телефон соқсам ешкім жауап бермейді. Не алып келді? Сізге бір алып кел деп айтты ма? Жылда тапсырам ғой, жылда 27-де. Жылдың аяғында тапсырасыз. Халықтың малын тапсырам. Үйге барған кезде қарапайым Мақсұт жанұясымен қайда кетті деп сұрадыңыз ба? Ол кісілер қайда емделді? Сұрамаңыз, алып айтты, қалада емделу кеткен. 2020 жылы қарашаның 9-ы Наурыз WhatsApp желісіне жаздым маған. Мал бағасын қойып алдым. Сол кешіктен сол қойып бірақ бергеннен ақшасын алда берді. Сізге ақшаны кімнің счетынан алдырды? Мұхаммед Мақсұттың есімі.